Құлан жылқы тұқымдасына жататын жануар. Ол ашық далалық, жайылыстық, шөлейт жерлерде мекендейді. Себебі онда жеңіл мекендеуге және алыстан қауіп-қатерді көруге болады. Құланның ұзындығы 200-250 см, ал салмағы 200-240 кг. Құланның жазда жүні ашық қоңыр, ал қыста сұрғылт әрі қалың болады. Неге құландар азайып кетті? Себебі, біріншіден, еті мен терісі үшін заңсыз аулау. Екіншіден, табиғи аймақтардың бұзылуы. Үшіншіден, су мен шөптің жетіспеуі. Қазір онымен барлығы үкіметтің қолдауынан тауып жатыр. Бұрын құландар бетпақдала, үсік, арал маңызы, мойынқұм жерлерінде кең тараған. Ал қазір Алтын Емел ұлттық паркі мен Барса келмес қорықтарында қорғалып жатыр.